Мен аяғын сыңғырттан айықтым ғажап түске, боядым айықтым не десем де, бақытқа лайықтымын мен. Армысыңдар менің қазақ елім. Менің екінші түсірілімім үйімдегі. Әрине кеше кішкене қобалжыдым. Бүгін кішкене батылданып, екінші видеоға түсіруге бел будым. Мына менің көйлегім. Былтыр күзде Кенесары көшесінің бойындағы Сельман континенттен 10 мыңға сатып алған. Релакс көйлек. Шетелге барсам кием бе деген. Шетел жоқ. Мен жаман көйлегімнің кесірінен енді үйде жүрмін, үйде киіп. 10 мың алдым. Өте ұнайды өзіме. Матасы өте әдемі. Қандай. Жақсы көремін осы көйлекті, бірақ болашақта білемін, жаққа қыдыруға шықсам, осылай жүремін. Бүгінгі менің видео түсірілім осы ас бөлмеге арналады. Бүгін менің мақсатым осы сөрені реттеп жинау, мына пешпен саяқ жуғышты жуу, тоңазытқышты жуу, терезені бір қабат, жуып алған бір қабат сүртіп алу, дастархан сүрту және еденді жуу. Бүгін істейтін ісім осы болады. Енді мен үйімді жуып болдым. Мына шетін суымен тіре қойдым есікті. Өйткені желден есік тарс етіп жабылады. Ал үстелді өзім жалғыз болса мусорға қойдым. Сөрені осылай жинадым. Жоғарыда енді тамақтар, анда ұн, чипсы жегім келсе. Мына маған акимат берген тамақ, карантин басталғанда. Мынаны маған Зейнеп Шакирганова тамақ ет алып келеді. Үнемі. Екінші сөреге қолыма тиетін тамақтар тез алып дастарханға қоя қоям. Мына дастархан, мына Икеадан алынған осындай әдейі саяқ жуғанның астына салып қоясын. Мына жағда, мына жағда мата, ішінде ортасында синтетика, ортасында поролон. Сінбейді. Егер су тисе, мынаған бер жағына пышақты жуып кептіріп қоям. Мына жерде тәлімге ыдыс. Онда маған Сәулемен Зейнепті де қонаққа келсем, тәлімге көп болып кетті, артығын алып тастаймын. Мына ішіне қолым ілінетін, мен мысалы жақсы көретін уксус пен сода, сонымен раковинаны тазартып тұрамын. Саяқ жуатын шүберекті мен осылай тұрған жақсы көрем. Дастархан бетінде мынаның үстінде тұрған жек көрем, өйткені көтеріліп кетеді. Судан алма темір ғой, көтереді. Соның ішінде кеп қалады көп көрім. Табан мен екі саптаяқ керек заттарым. Мынау енді іздеп жатпайсың, осы жерден алып салам керек жарақтарым. Мынау менің пісте майым, тамаққа қосатын шөлмекпен құя салам. Ақ шайнектер өте көп.
Мынаны маған Назарбаев зияткерлік мектебіндегі Забыш сыйлаған 8-ші наурызға. Сол әлі жүр менімен. Соның қолдауынан келген. Сол қасықтарды осы жолы осылай қойдым, өйткені суырып алсам, мына сөреге тиеді. Мынаны былай қойдым, сөрені жуып. Мына ауырды көтеріп тұр. Мына плитаның үстін жудым, бетін жудым. Кірсабынмен фериді жек көрем. Мынаны кірсабынмен жудым. Терезені алдын, үстін. Мына пышақ. Мынаны мен сіңілім үйінен шыққанда біреулер іліп қойыпты. Жап-жаңа қойдым. Тамақ тиіспеген. Соның өзінде өзім жеуге бата алмадым да, өйткені мусоркада тұрды. Осыны алып келіп, осылай пышақ салғанға қойып қойдым, осылай ойдан құрастырып. Мына енді маған цептер деп көшеде бір Ресейдің адамымын деп алдады ма, сулады ма. Мына пышақ сыйлады. Егер білермен болса, мына шынымен де цептер ма, цептер емес па? Білсеңіз. Мынандай тастарын қызығып алдым өзім. Бірінші $135 деп, соң кейін 20-ға түсірді. 20 мыңға. Сонда мен Икеадан келген заттарым. Бұлай көрінісі, ас көрмейм көрінісі. Содан енді менің ақылды швабрам. Осы швабра мен өте жақсы көмекші. Үстімді болғармаймын. Бір қолыммен мына бір жартысына су құйылады. Мынандай несі бар, жөкесі бар. Шай боласын. Бір қолыммен ғана ақылды швабра сынаған. Енді қатты өзіне керек. Дымқыл қатты сықсам бір, қазір кішкене дымқыл, одан да қатты сен кәдімгі қырықтанады. Сонген осылай швабрамды бір қолмен ғана жуамын. Ал мынаны мен аламда бұлай әжетханаға төге салам. Ешқандай қиыны жоқ. Бір қолмен еден жууға болады. Кәдімгі кір шықты. Үлкен қарбыз жегенбіз. Болды, менің швабрам дайын. Осындай ақылды швабра, мен бұны Ресейден тапсырыс берген. Бірақ та біздің Евразия жақтағы сатылады екен. Сатып алуға болады. Менің поштамен бәрін санағанда 11 мың болды. Швабраны өз 9 мың. Поштаға 2 мың қостым. 11 мың екеу алған, біреуін құдайға ема бердім, біреуін өзім ұстап жүрмін. Басы бұралмалы, төбені жууға болады, қабырғаны жууға болады. Сол қазақ елім. Мен енді осындай видео түсірілім жасадым бүгін. Ас бөлмемді жудым. Күнделікті жинап жатқан үйімді көрсетемін. Мені үй жинап жүріп. Осы көйлегім шешкен жоқ, ешқай жері дақ болған жоқ. Енді осындай көйлектерімді үйге киемін. Ойлағам шетелге барып қыдырам ба деп. Сол видеом ұнаса, саусақтарыңды жоғары көтеріңдер, ұнамаса төмен түсіріңдер. Комментарий жазыңдар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Бірге болайық, аман болайық, бала шағаларың аман болсын. Жақсы, қазақ елім, сау болыңдар.